өнерінің әртүрлі саласын көрсетеміз. Оның ішінде портреттік жанр да бар, оның ішінде пейзаж да бар, оның ішінде тақырыптық суреттер бар. Бейнелеу өнер арқылы біз өскелең ұрпаққа, осы келген қонақтарымызға, осы жерде тұрып жатқан қазақ халқына, басқа да ұлт өкілдеріне Абайдың биіктігін көрсету, Абайдың шығармашылығымен таныстыру. Біздің мектебімізде де осындай іс-шара ұйымдастырылуда. Соның бірі Дара Абай сурет көрмесі. Біз қазір сол сурет көрмесіне дайындалып жатырмыз. Сол көрме арқылы біз жастардың рухын көтеріп, оларға Абайдың шығармаларымен жақынырақ таныстыра аламыз деп ойлаймын. Біз көрмеге қысқаша сипат берсе, ол өзінің жұмыстарындағы реңктердің байлығымен және де түрлі суреттегі жанрлармен және де бағыттармен ерекшеленеді деген ойдамын. Жалпы живопись, стилизация, графика және тағы да басқа түрлер кездесіп отыр.